bir-birimizning qo'llarimizni ustab, bir-birimizga yaxshi lafzlarda bildiramiz. O'tiramiz o'rnimizga. Kızlar, bugün biz bana takılırken ayıldı, jiletindeki jastırmalı, yaprakları oymalı kaldan ötemiz. Жаңа тақырып өтпес бұрын biz ең алдымен істейміз, өткен тақырыпты қайталаймыз. Қыздар, алдыларында бәрінде бағалау парағы тұр. Сол бағалау парағы бойынша бүгінгі сабақты өздерің бағалап отырасыңдар, иә? Әрқайсысын қанша сұраққа жауап бересіңдер, қандай жұмыс атқарасыңдар, соның бәрін бағалау парағы арқылы өздерің бағалайсыңдар. Қыздар, енді өткен сабақты біз осы ұяшықтар арқылы қайталаймыз, иә? Мұнда қалтаның атаулары тұр. Қалтаның атауларын суреттердің жағына апаруымыз керек. Кім? Аяулым, тұрағыш. Ең бірінші, тігіске түскен қалтаны тапшы. Екінші қатардағы бірінші сурет. Екінші қатардағы бірінші сурет, иә? Ең отыра ғой. Молодец. Екінші, Ұлмекен, Ұлжан, тұра ғой. Қақпақшалы жасырмалы қалта. Екінші қатардағы үшінші сурет. Дұрыс. Үшінші, жасырмалы қалта. Кім айтады жасырмалы қалта? Бірінші қатардағы үшінші қалта. Намы? Келесі қалтаны кім айтады? Тұра ғой Дина. Қыздар, бәріміз қатысып отырамыз сабаққа, иә? Оймалы жапырақшалы қалта. Екінші қатардағы төртінші сурет. Онда, иә? Дұрыс. Оймалы екі жиекті қалтаны кім айтады? Қыздар, жауабын кім біледі? Тұра ғой. Бірінші қатардағы екінші сурет. Мынау қалта. Келесі қалта. Үшінші жапсырмалы қалта. Кім айтады жауабын? Кім біледі? Қыздар, қоқ. Мен білем ғой. Еркежан, тұра ғой. Айнұра Қалқай. Бірінші қатардағы төртінші сурет. Келесі, тігіске түскен оймалы қалта. Кім біледі? Мен. Айнұра, Аяла. Тігіске түскен оймалы қалта ол бірінші қатардағы бірінші сурет. Келесі соңғы қалта қалды бізде оймалы қақпақшалы қалта. Кім біледі? Айта ғой. Екінші қатар, екінші сурет. Яғни соңғы сөздер, иә? Енді дұрыс жауабын көреміз. Дұрыс. Жасырма қалтаны, яғни үш бұрышты қалталарды біз дұрыс орналастырмадық, иә? Қыздар, біз жаңа сабағымызды түсіндірмес бұрын ең алдымен не істейміз? Қауіпсіздік ережесін еске түсіреміз, иә? Біз қолмен, яғни тігін машинасымен жұмыс істейтін болғаннан кейін міндетті түрде қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Түсінікті ғой? Машинада дұрыс отыру, қолмен дұрыс жұмыс жасау, үтікпен дұрыс жұмыс жасау, және тігін шеберханасындағы жалпы ережелерді сендер сақтай білу керексіңдер. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз әйелдер жилетіндегі оймалы қалтаны өңдеу. Яғни біздің мынау әйелдер жилетінің алдыңғы бөлігі, иә? Сол жердегі оймалы қалтаны өңдеу. Қалта деген жалпы айтып кетейік. Қандай бұйымдарда кездеседі? Тұрып айта ғой. Сосын? Костюмдерде, тағы басқа киімдерде, ұлттық киімдер, Қалтаның бізге көмегі бар ма? Керек па қалта үшін? Не үшін керек? Еркежан айта ғой. Қалта бізге өзімізге керек заттарды өзімізбен бірге алып жүреді. Сосын әсемдік үшін де керек, сәндік үшін де керек болады. Енді бізде қалталар жалпы үш түрге бөлінеді. Жапсырма, тігіске түскен, оймалы болып бөлінеді. Біз өткен сабақта жапсырма қалталарды, тігіске түскен қалталарды өттік. Енді оймалы қалталардың түрлерін өтеміз. Оймалы қалталардың бізде бірнеше түрлері бар. Оймалы екі жекті, оймалы жапырақшалы, оймалы қақпақшалы деген түрлері бар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз оймалы жапырақшалы қалта.
Қыздар, бірінші біз бөлшектермен танысып алайық. Бізге алдыңғы бой керек, алдыңғы бөлік. Содан кейін қалтаға жапырақша керек, бойлама керек. Бойлама не үшін керек? Формасын беріп тұру үшін, қалта ауызы созылып кетпеу үшін. Сосын көмкерме әдіп керек. Сосын қалта несі мынау? Қалта астары. Яғни сендер астарды танисыңдар, бұрыннан тек келе жатсыңдар, астарды білесіңдер. Ең бірінші біз тікпес бұрын қалтаның орнын белгілейміз. Қалтаның орнын қанша сызықпен белгілейміз? 3 сызықпен қалтаның орнын белгілейміз. Қалтаның кірер аузын, сосын қалтаның 2 шетін. Қалтаның кірер аузы қанша болу керек? 14-16. Бұл стандарт, бұл бізде тек оймалы қалтада емес, бұл тігіске түскен қалтада өткендегі тақырыптар бойынша да осылай болу керек. 14-16 жағын. Енді қалтаның орнын белгілеп болғаннан кейін біз не істейміз? Бойламамызды жабыстырамыз. Үтікке қарай барамыз қазір. Бәріміз үтікпен жұмыс жасап үйренеміз. Қалтаның теріс жағына, қалтаның орнына бойламаны жабыстырамыз. Яғни қалтаның аузы созылып кетпеу үшін. Үтікті оңды солды жорытпаймыз. Жай ғана үстінен басып тұрамыз. Не үшін? Жабысу үшін, сосын созылып кетпеу үшін. Егер де біз оңды солды бетіп жүргізе берсек, басып, онда матамыз созылып кетеді бойламамыз. Жай ғана үстінен басып жабыстырамыз, көтеріп басып. Міне, бойламамыз жабыстырылды. Енді ары қарай бізде жапырақшамызды 2-ге бүктеп дайындап аламыз. Машинаға қарай жүреміз бәріміз. Ең бірінші алдымен бәрін белгілеп аламыз, сызып дайындап. Біз тігін машинасын іске қосар кезде дейсіміз, қауіпсіздік ережесін міндетті түрде сақтаймыз. Яғни қолымызды инеге жақындатпаймыз. Қалтаның орнын белгіледік. Жапсырма қалтаға бойлама жапсырдық, жапырақшаға. Содан кейін біз жапырақшамызды негізгі матаға орналастырамыз. Астындағы белгіні білу үшін бұлай қайырып жеп көріп тұрсаңдар болады. Егер де арнайы булавкалар қолдансаңдар да болады. Чепчикті міндетті түрде қолданасыңдар, машинадан алыс орналастыру керексіңдер. Мына жапырақшамызды біз негізгі матаға бекітіп алдық. Жапырақшаны бекіткеннен кейін көмкерме әдібімізді астарға бекітеміз. Көмкерме әдіп бізге не үшін керек? Қалтаның кірер аузы ашылған кезде қалтамыз астары көрінбеу үшін, жауып тұру үшін, қалтамыздың астары көрінбеу үшін керек. 1 сантиметрмен қос тігеміз. Үлкен бөлшекпен кіші бөлшекті не деп айтамыз? Қосып тігеміз деп айтамыз. Әр тігістің өзінің атауы бар. Көмкерме әдібімізді негізгі матаға басырып тігеміз. Бекітпе міндетті түрде береміз. Бекітпенің көмегі не үшін керек бізге? Дұрыс айтасың. Бізде жапырақша тігілді, көмкерме әдіп тігілді, сосын қалта астары тігілді. Енді біз қалтаның белгілеген 3 сызығымызды не істейміз? Оямыз, яғни қиямыз. Сөйтіп жапырақшамызды аударамыз. Біз аударып болғаннан кейін ары қарай не істейміз? Астарымыздың тіліктерді бекітеміз. Көмкерме әдібімізді астарға бекіттік. Енді тіліктерін бекітеміз.
тілігін бекітіп ары қарай астарға тігіс жүргіземіз. Бекітпе міндетті жібереміз. Қалта астарын доғал, төрт бұрыш, әртүрлі пішінде жасауға болады. Егер де біз қалта тігін бекітеміз, астарлы бұйым болса, онда қалта астарын торламасақ та болады, торламаймыз. Астарсыз бұйым болса, міндетті түрде машинаға торлаймыз. Бірақ бүгінгі біздің тақырыбымыз әйелдер жилетіндегі жапырақшалы оймалы қалта. Міндетті түрде астар болады. Сондықтан бүгін біз торламаймыз. Бүгінгі жаңа сабағымызды біз барабан арқылы бекітеміз. Дина, тұра ғой. Саған сұрақ. Қалта аузын түлік әдісі дейді. Бала берген сызық үстінен тігіске 0,1 см жеткізбей оямыз. Отыра ғой. Келесі кім? Озан. Ұлжан тұра ғой. Ұлжанға қандай сұрақ түседі екен көрейік. Жапырақшаның көлемі қанша болу керек? 14,6 см. Қыздар, жапырақшаның көлемі қанша сантиметр болу? Сендер қалтаның орнын, қалтаның кірер аузын шатастырып алмаңдар. Жапырақшаның көлемі бізде қалтаның кірер аузы 14,6 болса, жапырақшаның көлемі одан үлкен болу керек. Яғни 18 болса болады, 4 сантиметр үлкен болса болады. Артық болу керек. Отыра ғой. Келесі. Марал тұра ғой. Маралға қай сұрақ түседі екен? Маралға түскен сұрақ. Қалтаның пішім бөлшектерін атар. Қандай бізде қалтаның пішім бөлшектері бар? Жаңа айтып кеттім, Негізі мата, бойлама, қалта. Сосын Астар. қалта астары, Тағы бір нәрсені кеттім. Жапырақша. Отыра ғой. Осымен бүгінгі сабағымызды қорыта келе, әрқайсымыздың алдымызда арнайы бағалау парағы бар. Қазір бәріміз отырамыз, бөлшектерін бар, тігуді бастаймыз. Тігіп болғаннан кейін өздеріңізге баға береміз, бағалау парағы бойынша. Бәрін жұмыстарында бастыңдар болады. Бұйымдарымызды біттік. Әрқайсымыз өз-өзімізді бағалайды. Бағалайбыз. Мен бүгінгі бағалауға 90 қоямын. Не үшін 90 қоясың? Себебі екі сұраққа жауап бердім. Жапырақшалы қалтаны түсіндім. Өз ойымды жеткізе алдым. Яғни бұйымды толық тігіп шықтың, Дина, өзіңді бағалайды. Мен бүгін оймалы қалтаны толық бітіріп, 3 сұраққа жауап бердім. Көзіме 90 болды. Сендер бағалау параға мына жерге қарап бағалау болсыңдар, өздеріне. Марал, сен өзіңе қанша қойдың? Өзіме 80 қойдым. Не үшін 80? Мен 1 сұраққа жауап бердім. Сосын оймалы қалтаны тіктім. Аяқтадым. Енді қыздар, кері байланыс жасайық. Егер де ұнаған жағдайда сендер қолдарыңды 3 рет шапалақтаңдар, ұнамаса қолдарыңды төмен қарай түсіріп отырасыңдар. Бүгінгі сабақ саған ұнады ма?